Тасқында тау суындай көңіл жыра, қазақтың сусындасын ойы қыра. Бұрқырат бұлағыңда кең далаңа, бастырмай шөпке шарға тоқтап қыра. Қазақ әдебиетінде жарық жұлдыздай жанған Ильяс Жансүгіровтің шоқтай биік туындысы «Құлагер». 1936 жылы жарық көрген бұл шығарма тек сәйгүлік жайлы ғана емес. Бұл өнер, еркіндік және намыс туралы жыр. Арқаның ақиқақына ақан серінің жанына серік болған жалғызы құлагер жайлы. Құлагер жүйріктің жүйрігі, желмен жарысқан даланың еркесі еді. Арқа даласы өзінің кеңдігімен, сұлу табиғатымен ерекшеленеді. Сарыарқаның басты киелі түрі Еремен тау. Мұндағы таулардың асқақтығы, көлдердің мөлдірлігі, бұлақтың тәтті суы жанға шипа. Бұл жердегі әр мезгіл өзінше бір құбылмалы. Осындай сұлулықтың ортасында атақты салсері ақан сері қорамсалы өмір сүрді. Оның жанына серік, көңіліне қанат болған астындағы тұлпары құлагер еді. Ақан өз тұлпарын қыс бойы баптап, нағыз бәйгеге лайықтап аялай өсірді. Осы уақытта Сағынайдың асында бүкіл қазақ даласы жиналды. Бұл үлкен бәйге үлкен сын еді. Көкшетаудың баурайы аттардың дүбірінен сілкінді. Мыңдаған жүйрік сап түзеді. Ақан серінің үміті де, сенімі де тек құлагерде. Еті таудай, қымыз көлдей болған бұл жиында мыңдаған киіз үй тігіліп, жұрт бірнеше күн бойы мәре-сәре болып тойлайды. Ел жұрт құлагер тұлпарының бітіміне таңғалып қызыға қарайды. Тіпті атақты Күреңбай сыншының өзі құлагерге нағыз хас жүйрік деп жоғары баға береді. Сондай-ақ бұл жиынға Батыраштың тұлпары Көктеғұнды үміт етіп алып келеді. Бірақ Батыраш құлагерді көріп іштей зұлымды ойлайды. Өйткені ол тұлпарды бірнеше мәрте сатып алуға тырысқанымен ақан сері бермеген еді. Енді ол кек қайтару үшін құлагердің көзін жоюға бар күшін салады. Сонымен көмбе ашылып 1300 жылқы жер қайыстыра шапты. Қалың шаңның арасынан 4 тұлпар оқтай суырылып, алдыда құлагер көрінді. Бірақ жыландының жырасында оны ажал күтіп тұр еді. Батыраштың адамы тығылып тұрып, құлагерді басынан айбалтамен ұрып құлатады. Алғашқы 3 ат шығып, артынан мыңдаған жылқы өтсе де, құлагер көрінбейді. Оқиған аяғы не болды? Кенет сұмдық оқиға орын алды. Даланың еркесі зар құшты. Жыра ішінде өліп жатқан тұлпарын көргенде Ақанның жан дүниесі астан кестең болды. Ақан серінің көңілі құлазып, өмірінің мәні кеткендей болды. Содан қолына домбырасын алып, өзінен айнымас серігі құлагерге арнап, аттың азалы әнін шығарды. Бұл ән тұлпарға қойылған мәңгілік ескерткіш еді. Жыры ешқашан өлмейді. Бүгін құлагер біздің рухымыздың бойтұмары. Ақанның қасіреті барлық елдің қасіретіне айналған болатын. Құлагер тек қана ат емес, ол қиянатқа шыдамаған еркін рухтың символына айналды. Поэманың әр үзіндісі мұң мен сағынышқа толы.